Есім Ануар. Шағын ауданда туып өстім. Абзал, Әйгерім бәріміз бірге бір районда тұрдық. Әрі сыныптас едік. Әйгерімді бала кезден қатты жақсы көрдім, бірақ айтуға батылым жетпеді. Оны барынша қолдап, қорғап, жанында болуға тырыстым. Үшеуміз бірге өстік, бұзықтық та бірге жасадық. Мектеп бітірер шақта келіп жетті. Мен басқа қалаға оқуға түстім. Әйгерім оқуға түсе алмай колледжге кетті. Абзал болса армияға отан борышын өтеуге кетті. Солай үш дос жан-жаққа шашырап кете бардық. Арада 4 жыл өтті. Алыс қала болғасын оқуымды бітіріп барып қайтуды жөн көрдім. Ата-анамен тек телефон арқылы байланысып тұрдым. Сол аралықта Әйгерім мен Абзалдың отау құрғанын естіп, қатты күйзеліске түстім. Әйгерімді қатты жақсы көргенім соншалық, ешбір қызбен де жүрмеген едім. Ауылға да қайтар уақыт келді. Бірақ бұрынғыдай қатты асығыс емеспін. Себебі Әйгерімді көрем деген арманым тас талқан болған. Өз қалама келдім, біраз өзгерістер бар. Ата-анам қуанып, шағын Құран оқытып, туыстарды шақырып дастархан жайды. Кешкілік уақытта Абзал үйге мені іздеп келіпті. Үйіне қонаққа шақыруға барғым келмесе де досыма білдірмедім. Я досым, әрине шаңырағыңа барып қонақ болып қайтамын деп оны шығарып салдым. Қонаққа барар уақытта келді. Көңілім біртүрлі алабұртып тынышталар емеспін. Абзалдың үйіне де жеттім. Есіктен күліп махаббатым қарсы алды. Оны көргенде аузыма сөз түспей сасқалақтап, не дегенімді білмей күлкіге қалдым. Досым, аманбысың, кел төрге шық деп, Абзал арғы жақтан шыға келді. Төде отырдым. Екі көзім айрайлымда. Досымның әйелі болса да, оны олай қабылдай алар емеспін. Бұрынғы кезді еске алып, біраз арқа-жарқа болып қайттық. Абзал мен арайлым қалада бөлек тұрады. Абзал бақтыда жұмыс жасайды екен, жартай жұмыста, жартай үйде. Ойыма арам ойлар келе бастады. Ертең дәл жұмысқа кетер уақыты екен. Осы уақытты пайдаланып, үйіне барып қайтсам ба деп те ойладым. Бірақ арым жібермейді екен. Үйге кештетіп келдім. Анам күтіп отыр екен. Ұлым, өзіңмен жасты достарың үйленіп, үй болып жатыр. Сен қашан үйленесің? Мен, анашым, әлі жаспын ғой, уақыт бар дегендей, оның үстіне үйленетін қызым жоқ дедім. Басқалар немере сүйіп жатыр. Мен болсам әлі соларға қызығып қарап жүрмін. Ұлым, ең болмағанда мына мені ойласаң қайтты деп, анам өз мұңын айтты. Бірақ шынымен де бірде-бір қызбен жүрмеген мен қалай үйленемін? Оның үстіне арайлымды ұмыту мүмкін емес. Абзалды жұмысқа шығарып салып, үй жағына өттім. Арайлым есікті ашып, «Я, Ануар, кіре ғой, жайша жүрсің ба?» деді. Шынымен де, мен неге келдім деп, сол кезде барып ойланыппын. Жай, саған келдім, таныс қыздарың бар ма? Үйлену керек еді. Анам күн демейді ашытып жатыр деп, сөз тауып кеттім. Шай ішіп отырып, ол кәдімгідей кірісіп кетті. Неше түрлі құрбыларын айтып, ал мен болсам, екі көзім оның сұлулығында. Сол жерден бас салып, оны төсекке жатқызғым келіп тұр. Күндіз болғасын да көршілерден аздап қорықтым. Жақсы деп үйге қайтар жолда ескі таныстарымды көріп қалдым. Олармен бірге кафеде біраз отырып, әрі қарай клубқа кеттім. Қатты масайрап қалдым. Мас болсам да
есімді анық білемін. Клубтан шыққан бойда бірден Арайлымға қарай жол тарттым. Сағат түнгі 2-лер шамасы еді. Ол сірә ұйықтамаған екен. Мені көріп аздап шошып, түсінбей, неге жүрсің деп сұрақтарды жаудырып жатыр. Мен болсам, үйге бара алмаймын, білесің ғой, анамды бұл түрімді көрсе ауырып қалады. Сенікінде бір күн бола тұрсам, бола ма деген едім, бірден келсе кетті. Үстіне әдемі пижама киіп алыпты. Ойым қатты бұзылып бара жатыр. Маған жатар төсек салып, жарықтарды сөндіріп, жатын бөлмесіне кіріп кетті. Артынан жаймен сығалап мен де кірдім. Мені өзі де қалап тұрғандай есікті кішкене ашып қойыпты. Кроватта жатыр екен. Жаймен қасына барып, оның белінен ұстап, тиісе бастап едім, еш қарсылық көрсетпеді. Өзінің де менде ойы бар екен. Жапсып сүйсе кеттік. Өзі бір аш қасқырдай екен, киімімді асығыс шешіп, менің мүшеме жапса кетті. Үстіме шығып алып, көкпар шапқандай тоқтамай секіріп, ақыры өзі де, мен де өз ісімізді бітірдік. Таңға дейін құшақтасып бір-бірімізді қимай жатырмыз. Негізінде Арайлым мені о баста ұнатқан екен. Тек Абзал оны масайрап қызығын бұзып қойған, содан екеуі отау құрыпты. Жаным-ау, сәл кеткеніңде өзім-ақ сені алар едім ғой. Білесің ба, саған қолым жету үшін мүлде қызбен жүрмей, тек өзіңді ғана ойладым емес пе? Тіпті саған өз сезімімді білдірткен едім, бірақ тым асығыстық жасапсың деп өз мұңымды айтып жаттым. Екеуміз үйленгенде қазір бәлкім бақытты жұп болар едік. Бірақ өткенді қайта қалпына келтіре алмаймыз. Осыған да шүкір. Сенімен бір түн өткізу мен үшін арман еді. Ол арманым да орындалды. Осылай жиі кездесіп тұрайықшы деп Арайлым ұсыныс айтқанда, оған жалт қарап, рас айтасың ба? Менің еш қарсылығым жоқ. Әрине келістік. Ал жарайды, онда мен үйге қайтайын. Анам уайымдап қалған болар. Жақсы жаным, хабарласамыз деп бір-бірімізді қимай қоштастық. Кездесулер көп болды. Досым әр бақтыға кеткен сайын бізде түнгі романтика басталады. Шыны керек, Арайлым осыншама төсекке қабілетті деп ойламаппын. Әрі оның мүсіні өте әдемі, тіпті мін жоқ. Әр түрлі позаларды да біледі. Мен тек көбіне жата беремін. Өзі-ақ шаруаны шашып тастайтын. Шашы да қыз жібектің шашындай еді. Шашынан тартып тұрып, қосылғанда оның әрбір ыңырсығаны құлағымнан кетер емес. Анам бір күні қатты ауырып қалды. Қатты қорықтым, анамнан айырылып қалам ба деп. Ал анам болса, ойы тек келін әкел деу. Анамның арманын орындау үшін оның таңдаған қызына үйлендім. Ал Арайлымға бұл жаңалық ұнамады. Мен үйленген соң кездесу мүлде тоқтады десем де болады. Шыны керек, өзіңнің некелескен жарың басқаша болады екен. Басында ұнатпаған едім, бірақ анамның аст-үстіне түсіп, мамалап тұрған соң, мен де оның бар қалауын жасауға тырыстым. Бір күні Арайлымнан хабарлама келді. Аяғым ауыр, сенен бе, әлде Абзалдан ба, білмей тұрмын дейді. Төбемнен біреу мұздай су құйғандай болды. Не істерімді білмедім. Оған дөрекі жауап қаттым. Өз байын бола тұрып менен деп тұрмысын, менен аулақ жүр, осымен екеуміздің кездесуіміз тоқтасын дедім. Бірақ ішім жылап тұр. Оны бәрібір ұмыта алар емеспін. Дөрекі жауап беріп артынша қатты жүрегім ауырды.
Үйленгелі ешкіммен араласпай қойдым. Жұмыс үй болып жүрді. Анам шай үстінде естідің ба, досың Абзал мен Арай ажырасып кетіпті деді. Таң қалдым, бірақ түр бермедім. Білмедім, неге ажырасыпты дедім. Анам білмей әйтеуір солай анасы айтты маған, артық ештеңе сұрай алмадым, ұялдым деді. Бір жағы қуанып та тұрдым. Бірақ мен үйленіп қойғанмын ғой, әлде ажырасып, Арайлымға үйленейін бе деп те ойладым. Жұмыс жақтан Арайлымды көріп қалып, екеуміз ұзақ сыр шерттік. Негізі Абзалды Арайлымның көзіне шөп салып жүрген екен. Оны Арайлым біліп үлкен айғай шығып, соңы Абзал оны ұрып, баланы түсіріп қойыпты. Содан жиналып кетіп қалдым деді. Арайлымға қарап, сен де оның көзіне шөп салдың емес пе, дедім. Арайлым маған бадырайып қарап, сен не, сүттен ақ судан таза ма едің дегенде бір түрлі болып қалдым. Оныкі де бір жағы дұрысырақ. Арайлым маған қарап, Ануар, мен сенің отбасыңда шаруам жоқ. Сен содан қорқып жүрген шығарсың. Мен басқа қалаға кетемін. Әке-шешем бәріміз көшіп жатырмыз. Енді қайтып келмеймін. Бақытты бол, бала махаббатым, деп бетімнен сүйіп, орнынан тұрып кете барды. Артынан қарап тұрдым, жібергім келмеді. Ол да артына қарап қояды, мені тоқтатады мекен дегендей. Осымен біздің махаббат жырымыз бітті. Негізі бәрін құртқан мен едім. Ақыры түк білмегендей отбасыммен бақытты болып қала бердім. Қатты өкінем. О баста түйіспеуім керек еді. Әйелім де бірдеңе білетіндей, бірақ ештеңе айтпайды. Жақында әке атанам. Балама қалай тәрбие береді екем? Өзім басқа отбасыны ойрандап отырсам. Құдай менің бұл ақымақ ісімді кешірсе екен. Ескі таныстарым да өз бақыттарын табуына тілектеспін.